Баршаңа сәлем. Кез келген дастарханның сәнін келтіретін, келген қонақтарыңыздың аузынан дәмі кетпейтін салат жасағыларыңыз келсе, видеоны соңына дейін көріп менімен бірге болыңыздар. Сәбізімізді үккіштен өткізіп, бір дана сарымсағымызды үккіштен өткізіп, тұзын бұрышын салып, сәбіздің суы шыққанша қолымызбен езіп осылай араластырып аламыз. Тәтті бұрышымызды тазалап, жіңішкелеп турап, мына жақта менде ет пісіп жатыр, сол еттің үстіне салып, соевый соусын құйып, бір араластырып бұқтырып аламыз. Етіміз суығанша балғын қиярымызды осылай жіңішкелеп турап, сәбізіміздің үстіне саламыз. Жаңағы суыған етімізбен балғар бұрышымызды да салып, бәрін араластырамыз. Қызанағымызды да жіңішкелеп, ұзыншалап турап алып, жаңағы салатымыздың үстіне саламыз. Әбден араластырып, дайын болған салатымызды салат жапырақтарымен әдемілеп дастарханға ұсынамыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Ас болсын!